Теміртауда қала ішінде электросамокатпен жүруге тыйым салынды. Жақында ғана пайда болған көк түсті екі дөңгелекті көліктер тұрғындар арасында біраз шу туғызды. Осыған байланысты қала әкімі Ғалым Әшімов арнайы шешім қабылдауға мәжбүр болды. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Металлургтер қаласында жақында ғана пайда болған электросамокатты бірі экологияға зиян келтірмейтін ыңғайлы транспорт түрі деп қабылдаса, енді бірі әуре сарсаңның көзі деп есептейді. Іс жүзінде жұртшылықтың наразы пікірі көбейе бастады. Көшеде жүру қауіпті болып кетті, ал самокаттарды кез келген жерге тастап кету тағы бір ашу туғызатын жайтқа айналды. Бұл мәселе кей көшеде арнайы тротуардың болмауынан айқын көріне бастады. Ақыры қала басшысы қатаң шешім қабылдап самокаттарға тыйым салды. Қалада самокаттарды қай жерге қою керек екенін көрсететін бірде-бір белгі жоқ. Ресми хатта келісім шарт та жасалмаған. Былтыр күзде менің тапсырмаммен олардың барлығы айып тұраққа қойылды. Бұл заңдастырылуы тиіс қызмет, бұл бизнес. Ал егер бизнес жүргізгің келсе, әрине ешбірі тыйым салып жатқан жоқ. Бірақ заң талаптарына толық сай болуың керек. Жалға беру қызметін көрсететін компания саябақтармен келісімшарт жасасқанымен әкімдік тарапынан жазбаша рұқсат алуға бас ауыртпаған. Демек, бұл тұрғыда олардың қызметі заңсыз саналады. Қазіргі уақытта қала билігі электросамокатпен жүруге шектеу қою, немесе оны кейбір ауданда толықтай тыйым салу мәселесін қарастырып жатыр. Айта кетейік, ішкі істер министрлігі электросамокаттарға қатысты жол көлік оқиғалары мен түрлі оқыс жағдайдың жиілеп кетуіне алаңдаушылық білдіріп отыр. Жуырда ведомство самокаттарды мопед секілді тіркеуге қою ұсынысын қарастырып жатқанын мәлімдеді. Бұл жағдайда самокаттарға нөмір тағылып, жүргізушіден арнайы құқық талап етіледі. Электросамокат тақырыбына келгенде қарағандылықтардың пікірі екіге бөлінді. Бірі тиімді транспорт түрі десе, енді бірі қауіп-қатер көзі деп есептейді. Шектеу қойған дұрыс деп есептеймін, өйткені қаншама сондай жағдайлар болып жатыр, өздері басқа кісілерді мерт қылып жатыр. Енді жол болса, негізі болады. Болмаса, жағына ол дұрыс, алып тастау дұрыс, мен солай санаймын. Негізі қате болады, өйткені көбінесе онымен қолданатын студенттер ғой. Студенттерді қазір қаржы жағынан қиын болып тұр, сондықтан самокаттың әсері болмауы бізге қиындатады. Бір точкадан екінші точкаға жетуге. Бұған тыйым салғанына қолдаймын. Оған өзінің себептері бар. Себебі бұлар біріншіден қауіпсіз. Бұған жасөспірімдер көбінесе отырады. Содан кейін көбіне жедел жәрдем шақырып жатады осындай сырқаттардан кейін. Диана Саятқызы, Оксана Митюхина, Равиль Валеев, 5-ші арна.